Сәлем достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан ұн-қуырдақ, яғни моңғол халқының тамағы, цуюан тамағының рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді тамақ, менің жолдасым ұнады, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді турап аламыз. Осыны ірілеу қылып. Менде сиыр малының еті, жылқының да қолдансаңыздар болады. Содан соң жуамызды тураймыз. Мен жуаны көптеу қылдым. Маған жуа көп болғандайды қуырдақта. Одан кейін сәбізімізді, егер сәбізіңіз үлкен болса, бір сәбіз жеткілікті. Мен сәбіздерім кішкентай болғандықтан мен 3 пайдаландым. Және болгар перці, менде мұздатылған болгар перці, сондықтан тез турап. Өзіңізге ыңғайлы формада тура беріңіздер. Майымызды қыздырып қойып, етімізді саламыз. Етімізді қуырамыз. Етіміздің үстіне тұзымызды саламыз. Паприка қостым. Және бұрыш, қара бұрыш. Жақсылап араластырып, үстіне жуамыз саламыз. Барлығын бірге араластырамыз. Бір қуырып аламыз жуамызды. Содан үстіне су құямыз. Пештің қызуына ақырын қойып, етімізді жұмсақ болғанша пісіріп аламыз. 40 минуттай пісті менде. Және барлығымыздың үйімізде мантының тестасы бар. Қалай жасайтынын білесіздер, сондықтан мен мардинкер жасаған тестаны алып шықтым. Кәдімгі мантыға ет асуға жасайтын қамырымыз. Нанымызды жаямыз. Қамырды өте жұқаға билейміз. Ал біздің жуамыз, етіміз пісіп қалды. Үстіне морковты, перецімізді қосып араластырамыз. Шамалы су қосып пісе берсін. Қамырымды жайып шықтым, жұп-жұқа қылып. Енді қамырды 4 бөлікке бөлеміз де. Духовкада қызуға табамыз алып шығамыз. Духовкада қызып тұрған сол табамызға осынанды кептіріп аламыз. Духовкаға бір 2 минутқа салып алсаңыздар болады. Мен 2 минутқа салып алдым. Осылай күйіп қалдым. Шамал шеттері бәрі көрініп тұр. Қалған осы 3 қамырды осылай салып шығамын. Міне қамыр кепті. Ораған кезде де бір-біріне жабыспайды. Тураймыз лап шағып. Шамал қалындықты алыңыздар, лағманның қалындығымен. Нанымыз бір-біріне жабыспайды, көріңіздер. Өте жұмсақ болып шықты. Нанын да сүйсініп жейді. Міне қамырымыз, нанымыз дайын болды. Осылай істеп шығамыз барлығын. Ал біздің сәбізіміз, перціміз бәрі пісті, дайын тұр. Жақсылап бір араластырып алайық. Шамал үстіне су қосамыз. Су бір қайнасын. Үстіне жаңа қамырларымызды саламыз. Қамырымыз бір-біріне жабыспай шығуға қажет. Осы видеодағыдай жасасаңыздар, тура менікіндей болып шығады. Мен қамырын көптеу қыседім, байқасаңыздар. Қамырдың барлығын салып, бетін жауып, қызуды шамалы түсіріп орташа отқа 15 минутта пісіріп аламыз. Қамырымыз піскенше көк жуа мен петрушканы турап қоямыз. Ал біздің қуырдақ нанымыз дайын болды. Міне бүтін болып пісті. Жабыс қалған жоқ біріне бірі. Иісі деген күшті. Үстіне жаңағы жуамызды, петрушкамызды себеміз.
ал ас болсын, тамағымыз дайын болды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк, комментарий басып, YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да күшті тамақтардың рецептін ұсынатын боламын. Ас болсын.